студенттер, менің аты-жөнім Жанболатова Сайора. Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Біз бүгін қазақ тілі сабағынан экономикалық жаһандану және сөзжасамдық тәсілдер тақырыбына тоқталатын боламыз. Ең алдымен көңіл күйді анықтау тренинг арқылы сіздердің көңіл күйлеріңізді анықтап алайық. Сіздер дәптерлеріңізге дәл қазіргі көңіл күйлеріңіздің суретін, яғни смайликін салып көрсетіңіздер. Жарайсыздар, құрметті студенттер. Ал енді сұрақтар алаңы. Өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында төмендегі сілтеме бойынша сұрақтар алаңына, яғни ойын бағдарламасына өтіп, сол жердегі сұрақтарды, тапсырмаларды орындаңыздар. Ал енді бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың мақсаты мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату, сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу. Сөз жасам тіл біліміндегі жаңа мағыналы туынды сөздердің қалыптасуын, мағыналық дамуын және жасалу тәсілдерін зерттейтін сала. Сөз жасамның зерттеу нысанына туынды сөздің жасалу сипаты, әдіс тәсілдері, қалыптасуы және жаңа мағынаның ішкі құрылымы жатады. Әрбір тілде жаңа сөздердің жасалу тәсілдері бар. Сол сияқты қазақ тілінің сөз жасам жүйесінде қолданылатын негізгі тәсілдер мыналар. Бірінші синтетикалық тәсіл, екінші аналитикалық тәсіл, үшінші лексика-семантикалық тәсіл. Осы үш тәсіл қазақ тілінің жаңа сөздерін жасауда қолданылады. Сөз жасамның синтетикалық тәсілі. Синтетикалық сөз жасамдық тәсіл жаңа сөз жасаудағы негізгі тәсіл. Синтетикалық тәсіл арқылы туынды сөз жасауда екі тілдік бірлік қызмет атқарады. Ол лексикалық мағыналы сөз және сөз жасамдық жұрнақ. Мысалы, жаңалық, жүлдегер, ақылды, ардагер, айыпкер, сәулетші. Туынды сөздің жасалуына негіз болған сөз бен одан жасалған туынды сөздің мағынасы байланысты болғандықтан, туынды түбірдің қай сөзден жасалғанын дәлелдеуге болады. Мысалы, өнім деген туынды түбірдің лексикалық мағынасы өну әрекет арқылы шыққан. Өнім сөздерінің мағыналық байланысы арқылы анық көрініп тұр. Сол арқылы ол дәлелденеді. Сонымен, сөз жасамдық мағынаны негіз сөз бен туынды түбірдің мағыналық байланысы арқылы ажыратуға болады. Ал бұл жердегі негіз сөз дегеніміз туынды сөздің лексикалық мағынасына арқау болатын сөз. Мысалы, кәсіпкер, қаламгер, аңшы деген туынды сөздер кәсіп, қалам, аң деген негіз сөздерден жасалған. Ал екінші өнімді, білімпаз, сәнқой деген сөздерге егін, өнім, білім, сәнқой деген туынды түбірлер негіз болған екен. Ал енді жаһандануға байланысты мәтінді оқып, негізгі ойды анықтаңыздар. Жарайсыздар. Бұл мәтін Дандай Ысқақұлының «Жаһандану дегеніміз не» мақаласынан алынған үзінді екен. Ал енді оқылым мәтінінен синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздерді теріп алып, түбірін, яғни негіз сөзін анықтап, кестеге түсіріңіздер. Бірінші кестеге туынды сөзді жазасыздар, ал екінші кестеге туынды сөзге негіз болған сөзді жазасыздар. Жарайсыздар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші қоғам сөзін септеп көріңіздер. Ал екінші жетістік сөзіне фонетикалық талдау жасап көріңіздер. Ал сөйлемге морфологиялық талдау жасаңыздар. Сондықтан жаһанданудың жақсы жақтарын ала білу ұлттық дамудың маңызды шарттарының бірі болып отыр. Осы сөйлемге морфологиялық талдау жасап көріңіздер. Келесі, аудиожазбадан дұрыс сөйлейік мәтінін тыңдаңыздар. Мәтінге назар аударып, негізгі ойды анықтап, және сол негізгі ойды өздеріңіздің ойларыңызбен ары қарай жалғастырып көріңіздер. Дұрыс сөйлейік. Өмірде қолданатын сөздер рахмет, рақмет. Я болмаса дастархан,
дастарқан. Жазғанда да кейде ха, кейде жазам. Қайсысы дұрыс? Мұндағы мәселе жазылу мен айтылудың айырмасында жатыр. Қазіргі қазақ тілінің орфографиялық сөздігіне сүйеніп жазуымыз керек. Сондықтан рахмет деп жазамыз, жазбам. Алайда айтылған кезде рахмет деп айтылуға заңды. Дастарқан дегенде де жазылады. Дастарқан деп те айтуымызға болады, дастархан деп те айтуымызға болады. Дегенмен жазуға келген кезде орфографиялық сөздікте сүйенген дұрыс. Ауыз түйіс пен ауыз күйіс сөздерінің мән мағынасын ажыратып алайық. Ауыз түйіс деген әдеби нормада бекітілген қолданыс. Ал енді ауыз күйіс деген қолданыс жоқ. Бұл қате қолданыс. Абай болған абзал. Күнделікті өмірде рет деп айтып жатамыз. Бір рет, екі рет, үш рет, я болмаса бір рез, екі рез, үш рез. Қалай айтқан дұрыс? Рез деген қолданыс диалектілік қолданыс. Әдеби тілде бекітілген рет деген қазақтың сөзі бар. Осыны қолданған жөн. Кітап кезіп сайтынан. Жарайсыздар, құрметті студенттер. Ал енді сіздерге үйге тапсырма. Қазақстандағы жаһандық сауда-экономикалық бірлестіктер мен одақтардың құрылуы және қызмет етуі туралы жарнама мәтінін дайындаңыздар. Ал енді сабағымызға кері байланыс жасайық. Бағдаршам тәсілі арқылы, егер сіз ештеңені түсінбеген болсаңыз, қызыл түсті белгілеңіз. Әлі де қажет сұрақтар бар болса, сары түсті белгілеңіз. Ал егер барлығын түсінген болсаңыздар, жасыл түсті белгілеңіздер. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.